Қымбатты білім алушылар, каналыма қош келдіңіздер. Параграф 24 кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамалары. Бұл сабақта математикалық күтім, дисперсия, орташа квадраттық ауытқу ұғымдары мен олардың қасиеттері және формулаларымен танысатын боламыз. Кездейсоқ шаманың сандық сипаттамаларын қолдануға есептер шығаруды үйренеміз. Бірінші, математикалық күтім. Дискретті кездейсоқ шаманың үлестірілім заңы 17-ші кестеде берілген. X кездейсоқ шамасы мәндерінің сәйкес ықтималдылық мәндеріне көбейтінділерінің қосындысын X кездейсоқ шамасының математикалық күтімі деп атайды. Белгіленуі mx. Яғни формуласы mx тең x1 көбейтілген p1. Яғни 17-ші кестедегі берілген x1 кездейсоқ шамасының p1-ге көбейтіндісі, x2 кездейсоқ шамасының p2-ге көбейтіндісі, x3-тің p3-ге көбейтіндісі, осылай тағы сол сияқты кете береді, және xn-нің pn-ге көбейтіндісі. Мінекей осыдан біз формуланы жазып шығамыз. x2 көбейтілген p2 қосу тағы сол сияқты xn-1 pn-1-дің көбейтіндісі және қосылған xn pn. Осы жазылған формула математикалық күтім формуласы деп аталады. Математикалық күтім бойынша мынадай мысал қарастырайық. Бірінші, таралу заңдылығы 18 және 19 кестелерде берілген кездейсоқ шаманың математикалық күтімін есептеңдер. 18-ші кесте бойынша x кездейсоқ шамасының мәндері берілген. Сол мәндерге сәйкес p ықтималдылықтар көрсетілген. Және 19-ші кестеде y кездейсоқ шамасының сәйкес мәндері берілген. Сол мәндерге сәйкес p ықтималдылықтарды көрсетілген. Біз математикалық күтімді анықтау үшін мына формуланы қолданамыз. mx тең x1 көбейтілген p1. Яғни біз кесте бойынша x1-іміз 3-ге тең, ал p1-іміз 0,1-ге тең. Келесі x2 7-ге тең, p2 0,2-ге тең. x3 11-ге тең, p3 0,4-ге тең. x4 13-ге тең, ықтималдылық p 0,2-ге тең. x5 16-ға тең, ықтималдылығы 0,1-ге тең. Олай болса, орындарына кеп қояйық. mx тең, x1 дегеніміз 3, көбейтеміз p1 0,1. Қосамыз. x2 7, p2 0,2. Қосу 11, көбейтілген 0,4. Қосу 13, көбейтілген 0,2. Қосу 16, көбейтілген 0,1. Нәтижесінде біз 10,3 шығады. Енді дәл осылай біз 19-ші кестеменде жұмыс жасаймыз. Яғни my математикалық күтімі болады. Тең 2 көбейту 0,1, 5 көбейту 0,2, 8 көбейту 0,4, 9 көбейту 0,2, 12 көбейту 0,1. Тең нәтижесі 7,4 шығады. Жауабы mx математикалық күтімі 10,3-ге тең, my математикалық күтімі 7,4-ге тең.
Екінші дисперсия. Ауытқудың екінші дәрежесінің математикалық болжамы x кездейсоқ шамасының дисперсиясы деп аталады. Белгіленуі dx. Формуласы dx тең m тік жақша x азайтылған m x тік жақша квадрат. Мысалы, 22-ші кестені қолданып x кездейсоқ шамасының дисперсиясын есептейік. Шешуі. Ең бірінші біз математикалық күтімін анықтап аламыз. Ол үшін x1 мәнді p1-ге, x2-ні p2-ге, x3-ті 0 p3-ге және x4-дің мәнін p4-ге көбейтінділерін қосамыз. 5 көбейту 0,2, 7 көбейту 0,5, 10 көбейту 0,2, 15 көбейту 0,1 тең математикалық күтім мәні 8-ге тең болды. Енді екінші дисперсиясын анықтау үшін біз x-тен осы математикалық күтімді азайтамыз. Яғни x1, x2, x3, x4 мәндерін x1 5-тен азайтамыз математикалық күтім және осының айырмасын квадраттаймыз. Минус 3-тің квадраты 9. x2 7-ден азайтамыз 8-ді. Квадраттаймыз. Минус 1-дің квадраты плюс 1. x3 10-нан азайтамыз 8-ді. 2. 2-нің квадраты 4. x4 тең 15-тен азайтамыз 8-ді. 7. 7-нің квадраты 49. Міне осы табылған мәндерді біз екінші үлестірілім кестесіне келіп қоямыз. 9, 1, 4, 49. Ал ықтималдылық мәндері өзгеріссіз жазылады. 0,2, 0,5, 0,2 және 0,1. Енді дисперсиясын табу үшін біз осы үлестірілім кестедегі берілген x1 мәнін p1-ге, x2 мәнін p2-ге, x3 мәнін p3-ге, x4 мәнін p4-ге көбейтіп және көбейтінділерін қосамыз. 9 көбейту 0,2 қосамыз. 1 көбейту 0,5 қосамыз. 4 көбейту 0,2 қосу 49 көбейтілген 0,1. Нәтижесінде бізде дисперсияның мәні 8-ге тең болды. Олай болса, жауабы математикалық күтімнің мәні 8-ге тең және дисперсияның мәні де 8-ге тең болды. Үшінші, орташа квадраттық ауытқу. Дисперсия ұғымы квадрат өлшемді ұғым. Оның өлшемі кездейсоқ шаманың квадратына тең. Дисперсиядан алынған квадрат түбір орташа квадраттық ауытқу деп аталады. Орташа квадраттық ауытқудың белгіленуі сигма x. Орташа квадраттық ауытқудың есептеу формуласы сигма x тең түбір астында dx. Дисперсияның
орташа квадраттық ауытқудың өлшемі сызықтық өлшем болып табылады. Енді мысал қарастырайық. Жоғарыдағы мысалдағы кездейсоқ шаманың орташа квадраттық ауытқуын есептейік. Бізде dx дисперсия мәні 8-ге тең болған. Жоғарыдағы мысалымызда. Енді осыны формулаға келіп қоятын болсақ, 8 түбір астында 8-ді көбейткіштерге жүктейміз. 4 көбейту 2. Түбір асты 4 көбейтілген түбір асты 2. Түбір асты 4-тен 2 шығады, квадрат түбірден, ал 2 сол түбір астының өзінің ішінде қалады. Олай болса, жауабы, орташа квадратты ауытқудың жауабы сигма x тең 2 түбір асты 2. 24-те бірінші есеп. X кездейсоқ шамасының үйлестірілім заңы 28-ші кестеде берілген. Математикалық күтімді есептеңдер. Шешуі. Математикалық күтімін табу үшін x бірінші мәнді p1-ге көбейтеміз. x2-ні p2-ге көбейтеміз. x3-ті p3-ге, x4-ті p4-ге, x5-ті p5-ге көбейтіп, көбейтінділерінің қосындысының мәні математикалық күтім болып табылады. Олай болса жазайық. 2 көбейту 0,1 қосамыз. 4 көбейту 0,2 қосу. 7 көбейту 0,3 қосамыз. 9 көбейту 0,3 және қосамыз. 12 көбейтілген 0,1 тең 0,2 қосу 0,8 қосу 2,1 қосу 2,7 қосу 1,2 нәтижесінде 7-ге тең болды. Есептің жауабы математикалық күтім мәні 7-ге тең. Оқушылар, егер де видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.